Камераны істейді. Видео түсіріп отыр ғой. Бізде енді аса ауыр салмақта өткен жекпе-жек МБТ белбеу үшін. Бұл жерде енді бізде жеңімпаз Салауат Қали ағамыз. Жеңістен кейінгі өз эмоцияларыңызбен бөліссеңіз, жекпе-жек сіз ойдағыдай болды ма, осылай ойластырдыңыз ба, қалай болды, осы туралы айта кетсеңіз. Ассалаумағалейкум. Мына жерде енді қуаныш болады ғой, жекпе-жектен кейін, жеңсең. Тағы не дейміз енді. Қуанып тұрмыз, ауызға жақсы сөз түспей тұр. Және алдағы жоспар қандай? Сізде жекпе-жектен кейін де осы сіздің салмағыңыздағы жауынгер Айболат Мұратұлы сізбен көз түйістіру рәсімін өткізген болатын. Одан бөлек бұл салмақ дәрежесінде чемпион адам Хусейн бар. Ол жауынгерге бір лайықты қарсыластар болмай жүр қазіргі таңда. Мүмкін сол жауынгермен чемпиондық белбеуге өткізу қызығушылық барша, осы туралы айта кетсеңіз. Негізі болады, адам талдамаймын. Өзі жарыс болса болды бұра беремін. Өйткені біз ауыр салмақта жарыс көп шықпайды. Берген адам ұрып жатырмын ғой қазір сол. Жеңіп жатырмыз деген сияқты. Кім болса да түсе береміз. Ғалымаға сізге сұрақ, енді жекпе-жексіз ойдағыдай өткен жоқ. Қай жерде не жоспар бойынша жүрмеді, осы туралы айта кетсеңіз, қандай қиындықтар болды жекпе-жек барысында? Ассалаумағалейкум, армысыздар. Біріншіден бұл інімді құттықтаймын жеңісімен. Қиын қыстау заманды бешесінен кескен Қытайда қалың қазаққа бізден дұғай сәлем айта барасың. Осы пойызбен оларды бір қуантарсың. Бұл жерде ешқандай ақталу жоқ. Жекпе-жек болды, келістік, жеңілдік. Кешегі айтып өткендей, жеңілсек, жер көтереді, жеңсек, ел көтереді демекші. Шама шарқымыздың жеткені осы болды. Ол қолым қисайып қалды, аяғым қисайып қалды деген әңгіме жоқ. Жеңілдік қой, қысқа сөзбен айтқанда. Да, Нурбек Рабулан нас всегда учит быть как представители лиги объективными и беспристрастными. Но это невозможно, когда вы деретесь. Мы всей душой за вас болели. И сейчас с вашими младшими братьями ехали в лифте, они сказали, возможно, это и не последний бой. Или вы все-таки для себя решили поставить точку и закрыть эту главу в вашей жизни? Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, на душе есть все равно, знаете, не хотелось бы, конечно, проиграть. Но так как я реально не потянул бойца из Китая, что там тут оправдывается. Мы сейчас домой приедем. Я начинал свою карьеру в Лиге Найзан. Всем огромное спасибо. Кто тут присутствует, работает, какой-то лептом носит. Всем рахмет огромное. А насчет вернуться, я же сказал уже, знаете, уже дети плачут, не хотят вот это кровь, бой. Да, дома не бываем практически. Мы тут зарабатываем ради, как говорится, денег, в чем в наших силах, где-то что-то медийка, хайп, как говорится, 3 штуки. Все, что сегодня произошло со мной не так, никого не виню. Проигрывать тоже надо уметь достойно. Поэтому своему
сопернику, как говорится, удачи желаю в дальнейшем, чтобы своими яркими победами своих фанатов, свою родину пусть радует. Как я говорил, на душе все равно, в глубине души лежит что-то, мы над этим еще подумаем. И, как говорится, хотелось бы, конечно, в победной серии уходить, так как не получилось. Ни о чем не жалею и как не радуюсь. Вот и все. Ассалаумалейкумдер, салауат, саған сұрақ. Енді бұл айтқанда қазір сен айтып отырсың, қарсылас таңдамаймын деп. Ол қазір енді үлкен ағамызды жеңіп, кішкене ойдасы кетіп ойып отырған жүрсің ба, адам көсеймен точно шығасың ба? Неме дедіңіз, арт жағымда түсінбей қалдым. Сенің де болып отырсың ғой өзің қазір үлкен ағамызды жеңіп. Былай айтқанда біраз жекпе-жекке шықпаған кісіні жеңіп та, енді адам көсеймен точно шығасың ба, чемпионмен? Нақты шығасың ба немен адам Хусейновпен жекпе-жекке? Ана Найзаның Чемпионы. үлкен чемпионы ма? Иә. Болады, мен бұрыннан бері сол берген жекпе-жегін ұрып жатырмын ғой, әйтеу. Мықтыларын ұрдық, қалыптыларын ұрдық өзі. Берген жекпе-жегін ұрып жатырмын, болады әйтеу. Егер шығатын болсаң шынымен, біз оған перевод жасап береміз, аударма жасап береміз. Мүмкін камераға қарап, бір-екі сөзіңді айтып жіберсең ол кісіге. Шақырту жасап. Шақырту жасап та. Иә. Болады ғой негізі жекпе-жек ұрсақ ол кісімен. Үлкен белдігі бар екен, мына белдікті алдық, енді ана белдігіне қосып ұрсақ болады. Ғалам аға, Ғалам, біз сені енді біраз жыл болды, таныспыз. Андай спорт ашуды ма, қалай қарсыласқа деген бір андай ызаны көре алмадық. Настройға не болды, соны айтып жіберсеңіз бір. Ана ғалым шыққан жоқ, біз танитын. Ғалым ТТ шыққан жоқ бұл жерге, просто ғалымжан шыққан сияқты болды да, сол туралы айта кетсеңіз бір. Қазір осы тікелей эфирде де көріп отқан інілерім бар, Қытайдан келген қаншама. Менің айналамда толы сондай жігіттер. Әрине бауырлап көрем. Ол соққысымен кеше айттық, жекпе-жегімен осы жерден шыққаннан кейін құшақ жайып, қарсы алып, еліне аман есен шығарып салайық. Өзге ұлттармен жақсырақ ызамен, ашумен, тіс қайрап төбелесеміз ғой жалпы негізінде. Мүмкін ол да бар шығар. Десе де, кім жеңсе де қазақ жайды. Ең бастысы сол. Сол менің өз ойым, осы сізге немножко спортивно ашу келген жетпеген сияқты, братан. Енді білмеймін, мен дартсықты құлатқан адам ладно, сіз әрқашан егер де оралатын болсаңыз келесіде міндетті түрде басқа шетел азаматымен шығып, осылай андай дружба болмағанын мен қалаймын, потому что ғалымды көре алмадым, мен ғалымды таныдым. Жалпы менде 3 қарсылас ауысты осыған дейін. Тіке тұрып төбелесуден дайындалғанбыз ғой жалпы. Осы жекпе-жекке санаулы күндер қалғанда осы ММА бойынша төбелесеміз деген ұсыныс келді қарсыласымыздан. Шешінген судан тайынбас дейді. Тәуекел еттік біз оғанда. Нәтижесі осындай болды. Жеңіліс таптық. Жүрегіміз ауырды. Ешқандай ауырмасын. Бүгін жеңілсек, өмірде жеңілмеген бастысы. Спортта жеңілсек те. Салауат, жеңіс құтты болсын. Негізінде бұл пояс белгі тағы сізге арналған ғой. Сұрақ. Біз енді жаңа мой братан тигр деді Нұрбек Қарауынан. Сол кішкене не болып қалған жоқ па? Менсінбеушілік, жай қарау. Сұрағыңа рахмет. Енді мой братан тигр деген пояс, біз тигр болмай қалдық. Есесіне әніміз тигр болды. Бұл енді осы Найза лигасында қалың елге танымал болып, бір
орташа бір халық арасында біреулерге аға болып, біреулерге іні болып, ақылымызды айтып, бізге қарап түзелсек деген қиын қыстау заманның бәрін көргенбіз, баштан көптеген нәрселер өткен. Сол нәрселердің барлығынан суырылып шығып, осындай дәрежеге жетіп, ол менің әрине бапкерлерім, қасымдағы айналамдағы достарым, Нұртас Айманбаев, Азат, Андрей, мені осы інілерім, достарымның арқасында осындай дәрежеге жеттік жалпы. Я Дана Уайт контендер, қалай ол, Hampower Slug, шапалақ шоу дейді ғой. Менде бүгінгі таңға дейін контрактым бар, 4 бойға. Мен бірінші жекпе-жегіме бардым, онда медицина жағынан өте алмадым. Бір белгілі бір себептермен, енді ол қандай себеп екен экранда айтпай қойайын. Ата-анам бар көріп отқан, бала-шағам бар кішкене уайымдап қалар. Бірақ допинг емес, тазамыз. Сол себептен мен өткізбеді. Олар қазіргі таңға дейін звондайды, мен менеджерім, досым Азат, оған хабарласып тұрады, қашан келеді қалым, қашан келеді, Лос-Анджелеске шақырды. Енді көреміз алда. Тағдырға не жазылады, соны болады ғой. Сәттілік алда. Салауат, саған сұрақ қойып. Салауат, ендігі жоспар не істейсің? Ауылға барасың? Ендігі жоспар сол ауылға барам. Осы 7 айдың бірі оқушылар тарайды. Ашып жатқан өзімнің клубым бар. Микрофон жақын ұстай. Ашып жатқан өзімнің клубым бар. 7 айдың бірінен бастап 8 айдың 20-сына шейін сол жерде кішкене балалар келеді. Солар тәрбиелеп жатқам. Енді соған барам ғой. Болашақта тағы келу жоспарда бар ма Қазақстанда? Бар. Сол бір немелер болмай жатыр ғой. Бір жағадайлар келмей жатыр ғой. Жеңіс құтты болсын. Рахмет.